Сүлеймания мешіті ақыл һәм иман менен мінсіз дәрежеде құрылған. Бұл Османилер құрушылығының ең бүйік ақылы шоққысы һәм ұлы құрушы Мимар Синанның ең жетік өретушілігінің бірі. Мешіт 16 асырда Сұлтан Сулайманның бұйрығыменен құрылған. Мимар Синан Сүлейманияны құрудан алдын Айя Софияны жылдар давамында үйренген. Ол Айя София күмбезлері неше асырлар давамында неге құлап түспегенін, қандай етіп ауырлық диуаларға бөлістірілгенлігін, дауыс қандай харекетленетұғынын терең ізетлеп анализ қылған. Синанның мақсеті Айя Софияны тәкрарлау емес, ал одан да мінсіз етіп құру шешімін жарату еді. Сол себеплі Сүлеймания жеңілірек, тұрақлы һәм инженерлік тариптен анық есепланған имарат болып шықты. Сүлейманиядағы айрым колонналар қадымғы Рим һәм Византия дәуірлеріне тиесілі. Мимар Синан оларды атайлап сілеткен, себебі бұл таслар асырлар давамында өзін сынаудан өткерген, олардың шыдамлы екені ысбатланған. Бұл колонналар қазіргі күнге шекем айлануы һәм бекем тұруы Синанның материалларды дұрыс таңлағанын көрсетеді. Мимар Синан өз шәкіртлеріне хат қалдырған һәм имаратты қандай етіп ремонт қылуды алдынан ойлаған. Қайсы жерді ашу кереклігі, қайсы элемент бекемлену кереклігі, қандай ұсылда жұмыс алып бару кереклігі анық көрсетіліп қалдырылған. Сүлеймания ішінде арнайы хауа айлану системасы бар. Ысылы һәм парласу табиғи рәвіште шығып кетеді. Күмбез эхоны жоқ ететұғын етіп құрылған. Сол себеплі мешітте имам астен сөйлесе де, әрбір мешінен дауысы анық естіледі. Бұл 16 асыр үшін үлкен іліми жетіскенлігі есептелінеді. Сүлеймания мешіті Айя Софиядан үйреніп, оннан да мінсіз дәрежеде құрылған имарат. Бұл жерде әрбір тас ақыл менен, әрбір сызық келешекті ойлап жайластырылған. Бұл видеода көріп тұрған оң жақта жайласқан имарат Сүлеймания, ортада жайласқан Сұлтан Сүлейманның қабірі болып, оның төбесіндегі кішкене қара тас Кабадан алып келінген қара тас болып есептелінеді. Һәм шеп жақта Хүрем Сұлтанның қабірі жайласқан. Бұл видеода Мехримах Сұлтан, Сұлтан Сүлейман хан һәм Хүрем Сұлтанның қабірлерін көрсеңіз болады.